Бейсен Құранбек нағыз қазақтың ер азаматы болған еді. Жетімнің басынан сипаған нағыз қазақтың жанашыры болды. Үйленер кезінде отбасының 7 қағидасын жасаған екен. Бірінші, сыйластық. Бірінші кезекте тұру керек. Үйленген күннен бастап мені сіз дейсің дедім. Бастапқыда сіз дегені құлаққа түрпідей естіліп, күлкіге көміліп қалғам. 15 жылдан бері сіз деген сөз отбасымның татулығының тірегіне айналды. Достарымның әйелдері біреу 5 жылдан соң, біреу 8 жылдан соң, біреу 10 жылдан кейін күйеулерін сіз дей бастады. Анасы әкесін сіз деп сыйлап тұрса, балада әкесін құрметтейтінін түсінді. Екінші, сенің атанан менің атанам, менің атанам сенің атанан. Балдызыма ақыл айтсам, туған қарындасыма айтқандай айтам. Келіншегім қайнысына ұрысса, туған інісіне ұрысқандай ұрсады. Үшінші, қандай сыйлы қонақ келсе де үйімізге ішімді кіргізбейміз. Төртінші, балаларымызды мектепке дейін хан сияқты сыйлаймыз. Мектеп кезінде шәкірт сияқты тәрбиелейміз. Мектептен соң дос сияқты сырлас боламыз, бірақ ақыл айтпаймыз. Бесінші, ренжісіп қалсақ 5 минуттан соң сөйлесеміз. Жақсы адамның ашуы шәй орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы жерге жеткенше. Біреуіміз қылт етсек, екіншіміз уақыт санап отырамыз. Алтыншы, біздің үйде ер азамат есеп бермейді. Телефон соғып, қайда жүрсің, қашан келесің деген сұрақ қойылмайды. Кейбір достарымның әйелдері телефонмен қайда жүрсің қаңғырып деп жатқанын естігенде, телефоны болмаған біздің ата-бабалар неткен бақытты деп ойлаймын. Және соңғы 7-ші қағида, ешқашан ажыраспаймыз. Маған әйел табылады, оған күйеу табылар, ал балаларға бөтен біреу әке-шеше бола алмайды деген екен.